Жақында Қазақстанның туы әлемдегі ең әдемі ту деп танылды. Байқауда Reddit халықаралық платформасының қолданушылары ұйымдастырған. Плей-офф форматында өткен турнирде қатысушылар әр раунд сайын өзіне ұнаған туларға дауыс беріп отырды. Яғни екі елдің туы салыстырылып, жеңгендер келесі айналымға өтті. Шешуші сәтке жақындағанда еліміздің көк байрағы Эстония, Черногория және Бразилия туларын артқа тастады. Ал жартылай финалда Сейшел аралдарын үлкен басымдықпен жеңді. Ақтық сында Кирибати елінің туымен тартысты бәсеке болып, нәтижесінде Қазақстан жеңімпаз атанды. Қазақстан біздің чемпион, сіздер дауыс беріп, оны әлемдегі ең үздік ту деп таңдадыңыздар. Барлық қатысушыларға рахмет деп жазды ұйымдастырушылар. Ал дауыс бергендер алға Қазақстан. Қазақстан туының түстері жағымды әрі тыныштық сыйлайды. Бұл ту шынымен де әдемі деген пікірлер қалдырды. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы қабылданған. Оның авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Халқымыздың мәдениеті мен дәстүрінен сыр шерткен, тәуелсіздігіміз бен бейбіт өмірдің символы болған көк байрағымыз биікте желбірей берсін.